Баршаңызға сәлем достар, сіздерменен бірге Балнұр. Бүгін біз бірінші жасаған нан осындай тәтті, әдемі болып пісетін сметанник пирогын әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен біз құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып, оның үстіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды қосамыз. Үстіне шекерімізді қосып, барлығын блендерменен жақсылап араластырамыз. Бізде өте осындай жұмсақ қоспа пайда болу қажет. Жақсылап тағы да бір араластырып шығамыз. Мінекей бізде осындай жұмсақ қоспа болып шықты. Өте сондай жұмсақ. Енді бұл қоспамыздың үстіне бөлек ұнды ыдысқа салып, ситадан өткізіп, үстіне қопсытқышымызды қосып, аздаған көлеммен сала отыра қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Егерде дәл осы видеодағыдай етіп жасасаңыздар, сіздерде міндетті түрде песочный қамыр болу керек. Песочный көріп тұрғаныңыздай қамыр бөлініп жатыр, песочный болып тұр. Менде бұл жерде екі пирогтың қамыры, сол себепті біреуін салафанға салып, мұздатқышқа салып қоямын. Менде осындай форма алдым, диаметрі 22-23 сантиметр болады. Енді қамырымызды екі бөлікке бөліп, бірін астына, екіншісін бортикке алып қоямыз. Ыңғайлы болу үшін алдыменен осылай астыңғы бөлігін әдемілеп қолымызбенен жайып шығамыз. Ендігі кезекте бортиктерінде қалған қамырымызды алып, бортиктеріне салып, әдемілеп формасын келтіріп шығамыз. Міне бізде форма дайын болып қалды. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай да қиыншылығы жоқ, өте тез әзір болатын пирог. Енді біз мұны 20 минутқа салқындатқышқа қойып қоямыз, холодильникке қоятын боламыз. Ендігі кезек салмамызда, ол үшін сметананың бетіне шекерімізді қосамыз, оның үстіне жұмыртқамызды құйып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде блендерді қолданбаңыздар, себебі блендер қолдансаңыздар, бұл өте сұйық болып кетеді, сосын пісірген кезде ағып кетуі мүмкін. Сол себепті жай ғана шанышқымен, болмаса осындай араластырғышпен жақсылап біркелкі болғанша шайқаймыз. Енді холодильниктен формамызды алып, бетіне салмамызды әдемілеп құйып шығамыз. Барлық ингредиенттердің өлшемін астына описанияға жаза кететін боламын. Әдемілік үшін мен осында ежевика қолдандым, бірақ ол міндетті түрде қолдану керек емес. Егер қаласаңыздар, ешнәрсе қоспай, жай ғана өзін пісірсеңіздер болады. Пирогымызды қызып тұрған пеште 140 градуста 60 минут пісіреміз. Міне достар, біздің пирог дайын болып шықты, өте сондай жұмсақ, көріп тұрғандарыңыздай толығымен піскен, өте дәмді, тәтті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте сондай жұмсақ, тәтті болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын достар.